Қайырлы күн, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда мен Ләйла Қызаяқ бар. Жаңалығымыздың басын сараптамадан бастасақ, Қазақ ұлттық университетінің студенттері мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамда бейнесі, өмірі қалай болып жатыр деген мәселені көтерді. Анығырақ сюжеттен. Инклюзивті білім берудің негізгі бір бөлігі кедергісіз білім беру болып табылады. Аталмыш тақырыпқа келетін болсам, кедергісіз білім беру ол мүмкіндігі шектеулі балаларға әртүрлі жағдайына қарамастан білім беру жүйесі болып табылады. Білім берудің негізгі бір бөлімі ол спорттық білім беру кешені. Сондықтан да біз бүгін арнайы Алматы қаласы Сұңқар трамплин спорттық кешеніндеміз. Қазіргі кездегі өзекті проблемалардың бірі мүмкіндігі шектеулі жандарға толық жағдайдың жасалмауы. Мұның барлығы олардың өзін қоғамнан тыс сезінбеуі үшін қажет. Олар күнделікті мініп түсіп жүрген пандустар талапқа толық сай келеді деп айтуға болмайды. Біз осының барлығын қалалық нысандарды аралап жүріп көз жеткізе аламыз. Таудың етегінде орналасқан бұл трамплин кешенінде пандустар тіптен атымен жоқ. Дене тұрғысынан келетін кедергілерді жоятын кез келді деген ойдамыз. Кедергісіз білім беруді жобалағанда және үлгілегенде міндетке